Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіз. Бүгінгі видеода үй жағдайында наггетс жасаймыз. Жасалу жолы оп-оңай, рецепт сіздерге ұнайтынына сенемін. Бұл наггетс жұмсақ әрі дәмді шығады. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті керек. Етті екіге бөлеміз. Видеода көрсетіп тұрғандай тураймыз. Шамамен осындай болу керек. Енді маринадын жасаймыз. Жұмыртқаны араластырамыз. Оған тұз, бұрыш, паприка саламыз, араластырамыз. Енді тауықтың етін салып, жақсылап араластырамыз. Сіз біраз уақытқа маринадты сындырдып қойсаңыз болады, немесе мен сияқты бірден жасауға да болады. Енді панировочный сухари немесе үгітіліп кептірілген нанға аунатамыз. Өстіп үстінен қаттырақ басамыз. Сол кезде үгітілген нанымыз жақсылап жабысатын болады. Осындай болып шықты. Наггетсін барлығын жасап алдық. Енді қызып тұрған майға қуырып аламыз. Наггетсіні 7-8 минуттай пісірамыз. Дайын болған наггетсіні қағаз сүлгіге саламыз. Артық майын сіңіріп алады. Қараңыздаршы қандай әдемі жылтырап тұр. Өте әдемі көрінеді. Неге достар, бізді наггетсіміз дайын, өте әдемі шықты. Мен үстінен аздап паприка себемін. Оны сеппесеңіздер де болады. Өте дәмді шыққан. Достар, сіздерге осы рецептпен жасауға кеңес беремін. 100% сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және бұл наггетсыларды кез келген соуспен жеуге болады. Және айтып кететін жайт, бұл наггетсы KFC-дан артық болмаса, кем түспейді. Достар, видеоны аса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Маған үлкен жақсылық жасайсыздар. Және каналға тіркеліңіздер. Және Instagram парақшасына тіркеліңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.